Еліміздің үздік соттары анықталды. Бүгін жоғарғы соттың төрағасы Қайрат Мәми облыстық, аудандық және оған теңестірілген соттың жұмысын үздік ұйымдастыру бойынша 2014 жылға арналған республикалық байқаудың жеңімпаздарын марапаттады. Бұған дейін үздік судьялардың конкурсы өтетін, ал биыл байқаудың талаптары мен тәртібі өзгерді. Сондықтан соттар ұжымы жыл бойы өз жұмыстарын ұйымдастыруды жақсартумен айналысты. Олар SMS хабарлама мен гибридтік пошта жүйесін енгізді. Бұл сот шығындарын едәуір қысқартып, процестерді жеңілдетті дейді жоғарғы соттың төрағасы. Сонымен байқау нәтижесі бойынша аудандық соттар арасында бірінші орында Шығыс Қазақстан облысының Семей қалалық соты, екінші орында Қарағанды облысының Балқаш қалалық соты иеленді. Маңғыстау облысының Ақтау қалалық соты мен Ақмола облысының Бұланды аудандық сотына үшінші орын бұйырды. Облыстық және оған теңестірілген соттардың арасында бірінші орында Солтүстік Қазақстан облыстық соты, екінші орында Жамбыл облыстық соты, үшінші орында Павлодар облыстық соты иеленді. Жүктеме көп, бірақ оған қарамай жаңағы біздің судьялар өзінің істің сапасын көтеріп, жаңағы ең негізгі әуре сарсаңға салмай, жаңа айтып өтті ғой, істе бірінші қараудан 90%-ға дейін біз істі қарап жүрміз. Яғни халыққа сотты жақындату. Сол бойынша біз шаралар қолдандық. Енді сол біздің еңбегімізді жоғары соттың басшылары бағалап, бүгін бізге үлкен бір марапаттап отыр.